медальдармен марапатталды. Әрине тылдағы еңбек батырлары сөз еткенде, мұнай кәсіпшілігіне 60 жыл ғұмырын арнаған, өндіріске басшылық еткен тұңғыш әйел, Балғаның Доспаеваның шәкірті, Доспаеваның шәкірті Балжан Жұмағалиеваны айтып кетпей алмаймыз. Балжан Жұмағалиқызы 1936 жылы Гурьев мұнай техникумының техник геолог мамандығы бойынша тамамдаған алғашқы қыздардың бірі. Соғыс жылдарында ол күн сайын кем дегенде 12 сағат еңбек еткенін айтады. Соғыстан кейін де ерен еңбегімен абыройға бөленді. 8 жыл әйгілі Дасүр мұнай өндірісіне басшылық етті. Ол басқарған кәсіпшілік мемлекеттік жоспарды үнемі артық орындап отырды. Соғыс жылдарында Қашадайынан еңбекке араласып, сол кездегі ең жоғары марапаттар саналатын Ленин және еңбек қызыл ту ордендерін өнеріне тапқан Жібек Сейзалиеваны жеңіске жақындатуға қосқан үлесі айрықша. Ол Дасүр мұнай кенішінің тұңғыш операторы болды. Ерен еңбегімен бел құрметіне бөленген Жібек қазақ кеңестік депутаты болып сайланды. Айта кететін нәрсе, биыл тылдағы еңбек батыры Жібек Сейзалиеваның туғанына 100 жыл толды. Бұдан бөлек социалистік еңбек ері атанған қазақтан шыққан тұңғыш мұнайшы Нәбира Шақырова да Қашадайынан еңбекке араласып, жеңісті күндерді жақындатуға өз үлесін қосты. Ол өзіне тапсырған міндетті үнемі артығымен орындайды. Осы еңбегі еленіп 1944 жылы болған еңбектегі ерлік үшін медалі табыс етілген. Дастур, Байшонас мұнай кәсіпшіліктерінде оператор болып еңбек жолын бастаған Нәбира апай соғыстан кейінге мұнай саласынан қол үзген жоқ. Еңбегін зейнеткерлік шыққанға дейін жалғастырды. Соғыстан кейінгі жылдардағы қажырлы еңбегі үшін Ленин еңбек қызыл ту құрмет белгісі ордендерімен марапатталды. Жоғарыда атап өткеніміздей, Атырау өңірі жеңіске тек мұнай ғана үлес қосқан жоқ, басқа салаларда жанқияқпен еңбек еткен жандар. Соның ішінде біздің аналарымыз бен апаларымыз да өте көп болды. Солардың бірі балықшы қыз атанған Айнаш Байжігітова еді. Әдетте біз балықшы дегенде тек ер азаматтарды ғана елестетеміз. Ал Айнаш анамыз бұл салада ерлердің өзін шаң қаптырып кеңес одағының ең жоғары атағы социалистік еңбек ері атанды. Соғыс жылдарында ол өте мол мөлшерде балық әзірлеп қана қоймай, өзге қыз келіншектерді сол еңбекті жұмылдыра білді. Қаншама еңбек адамдарын тәрбиелеп, кәсіпке үйретті. Елдің құрметіне бөленген батырана тәуелсіздігіміздің куәсі болып зейнетке шыққаннан кейін де ұзақ жыл Атырау қаласында өмір сүрді. Осындай еңбек ерлері туралы көптеп айта беруге болады. Бәрінің де құжаттары Атырау облыстық мемлекеттік архивінде мұқият сақталып жүйеленіп отырады. Сөз соңында президентіміздің тағы бір сөзін айта кеткім келіп отыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылы басында Ана телегазетіне берген сұхбатында жеңістің биылғы мерекесі Қазақстанның бірде-бір азаматын бей-жай қалдырылмайтынына сенімдімін. Өйткені біздің елде сұрапыл соғыстың зардабын тартпаған отбасы жоқ деуге болады. Соғыста қаза тапқандарды ұмытпай, қаһарман ерлеріміздің рухына тағзым ету, ел ішінде бейбітшілік пен тыныштықты сақтау баршаға ортақ парымыз деген болатын. Атырау облысының мемлекеттік архивінде осы ұстанымға сәйкес жыл бойы арнайы іс-шаралар ұйымдастырып, майдан және тыл қаһармандарына құрмет көрсетуді жалғастырып келеді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жеңіс тойы құтты болсын. Менің тақырыбым майдан мен тылдың бірлігі, Қазақстан әйелдерінің жеңіске қосқан үлесі. Мен өздеріңізде соғысқан кәдімгі батыр аналарымыз, қазақтың қыздары туралы және тылда еңбек пен су кешіп, от кешіп жүрген еңбеккерлер туралы баяндадым. Назарларыңызға көп рахмет.